Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен шоколадты құлпынай, яғни клубника в шоколадені үй жағдайында жасап көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен бізге құлпынай керек болады. Құлпынайды 5-6 мәрте тазалап сыртын жуып алдым. Одан соң осындай матамен тазалап сыртын кептіретін боламын. Матаның орнына қағаз сүлгіні пайдалансаңыздар да болады. Мен шоколадтың осы Қазақстан деген түрін пайдаландым. Осымен өте әдемі шықты. Және шоколадтың ақ түріне осыны пайдаландым. Сіздер енді өз қалауларыңызға қарай пайдалана бересіздер. Килограммдап сататын шоколадты да пайдалансаңыздар болады. Мен үй жағдайында қолдағы бар шоколадтан жасап жатырмын. Енді ыдысымызды оттың үстіне қойып, оның үстінен су құйып, суымыз қайнап болғаннан кейін шоколадтарды осының үстінен кесесімен бірге салып ертіп алсақ болады. Яғни осылай су буында ертіп алдым. Арасында осылай қозғап тұрамыз. Еріп болғаннан кейін шоколадтарымызды ыстық күйінде құлпынайды салмаймыз. Ең алдымен кішкене суытып аламыз. Суытқанда қатты суытып, қатырып емес, кішкене жылы күйінде құлпынайға жағатын боламыз. Егер ери сала қатты ыстық күйінде құлпынайға малып алатын болсаңыздар, ол кезде құлпынайларыңыз еріп кететін болады. Сондықтан кішкене жылытып алуымыз керек. Ең алдымен құлпынайға таяқшаны осылай орналастырып аламыз. Одан кейін шоколадқа жақсылап аударып, жайғастыра бастаймыз. Шоколадтың ақ түрінде дәл осылай ерітіп, құлпынайларымызға жақсылап жағып аламыз. Осымен біз құлпынайларымызды шоколадқа жақсылап малып алдық. Енді сәндік түрін өз қалауларыңызға қарай жасайсыздар. Мен қолдағы бар осындай целлофан пакетті алып, шоколадты ішіне бөліп салдым. Одан кейін бокалға жаңадан қайнап тұрған ыстық суды құйып, шоколадты соның үстіне салып, осылайша ерітіп алдым. Одан кейін ұшын кішкене қана кесемізді осылай құлпынайларымызға өз қалауларыңызға қарай жағып шығасыздар. Мен алғашқы құлпынайды осылай безендірдім. Бұл жағдайда құлпынайдың сыртына жағылған шоколадын ешқандай да қатырмай жатып безендіре береміз. Сол кезде бізде осындай сәндік түрі шығатын болады. Келесісін қара түсті құлпынайдың үстінен ақ шоколадты жағып шықтым. Одан соң таяқшаның көмегімен осылайша безендіріп алдым. Осымен екі түрі бізде дайын болды. Келесі түрін осылай тек қана сызық жүргізіп қойсаңыздар болады. Одан соң өз қалауларыңызға қарай осылай әртүрлі оюмен безендіруге болады. Әртүрлі өрнектерді салуға болады. Бесінші түрін осы дәл видеодағыдай етіп жасап шықтым. Ал келесі түріне осындай ұсақталған жаңғақты жағып шықтым. Бұл жағдайда да құлпынайдың сыртындағы шоколадты қатып қалмай жатып, жаңғаққа аударып алуымыз керек. Келесі түріне торттарға арналған осындай неше түрлі моншақ тәріздес, жүрек тәріздес пішіндерді пайдалансаңыздар болады. Мен кішкене жүрекше түрін алып безендіріп шықтым. Келесі түрін қара түсті шоколадтың бетіне сахарный пудраны септім. Немесе ерітілген ақ шоколадтың үстінен торттарды жасауға арналған красительдерді, яғни краскілерді пайдалансаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай көк, сары, қызғылт түрлі түстерін пайдаланып жасасаңыздар да өте әдемі шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.